Армысыңдар ма, бармысыңдар ма, құрметті достар, ағайын туыстар, жолдастар және отандастар. Барша ән сүйер қауымына жалынды сәлем. Еліміздің ең қарапайым, ең көңілді бағдарламасы әңгімеге қош келдіңіздер! Эй, бәрекелді! Ал олай болса, қадірменді көрермендер, сіздер үшін ән десе ішкен асын жерге қоятын менің бауырларымен таныс болыңыздар. Саусақтарымен ақша табатын шипач емес клавишник Ғалымжан! Тобымыздың келесі мүшесі де саусақтарымен ақша табады, бірақ ол клавишник емес, жай ғана бас гитарист Есенәлі! Сол жағымда жай ғана электрогитарада ойнайтын Нұрбақыт. Мен sana айттым ғой, ақшаны қайтармағанша осылай болады. Және де достар, сушыға тапсырыс берген кезде таяқтарын сұрамайтын барабанщик Нұржан мырза! Ай, бәрекелді, және де бүгінгі кештің жүргізушісі мен Тимур Умаров. Ендеше бүгінгі әңгіме жобасында төріміздің қақ ортасын алып отырған қонақтарын хабарлауға рұқсат етіңіздер. Ғалымжан, интрига кішкене. Енді бұл еліміздің өте мықты жігіттері. Әнді тыңдап отырсыңыздар ғой. Ән естіліп жатыр ма? Мен ойымша бұл әнді барлығы біледі. Олай болса, достар, студиямызда бүгін қонақта Ренат Баситов, Ербол Шарипов, Нұрсұлтан Батырқұлов, ал қысқаша айтқанда Азия тобы! Ай, бәрекелді, Азия тобы! Ассаламағалейкум, жігіттер. Жігіттер депін ғой, Азия тобы қалайсыздар? Қалдарың қалай, бәрі жақсы ма? Қош көрдік. Қалай келдіңіздер? Керемет бәрі, ойдағыдай. Кім келмей қалды? Кім келмей қалды деген қалай? Сразу сұрақ, неге араларыңызда Ренат мырза сондай бір келбетіне қарасам, киіміне қарасам, бір кәдімгідей бір демалысқа кетіп бара жатқан адам сияқты киініп алып, кішкене жарық болып, цветовой гаммасы күштеген, кәдімгідей прям. Неліктен ба? Иә. Кететін шығар енді, круизный лайнерге. Немесе ана кең үйдегі көлікті киген, ол бәрібір кең емес қазір. Ең кеңді киімді киген, бірақ ол кең емес болып тұрды қазір. Иә. Енді құрметті көрермендер, өздеріңіз байқап отырсыздар, Азия тобы жігіттері соншалықты мықты, әрқайсысында көзілдіргі бар, очки бар. Енді мен де қалыспайын деп, бұл жігітте қалыспасын деп, маған арнай осындай кереметтей очки алып келген болады екен. Бірақ кішкене жараспай тұрған сияқты маған. Сен кие салмай, е? Мен кимей қояйын. Рахмет сыйлықтарыңызға, жігіттер. Енді олай болса, қонақта Азия тобы, ал біз болсақ әңгіме бағдарламасын бастаймыз. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыз және де оның жүргізушісі мен танымал болу мақсатында арнайы өздеріңізге арнап тосын сый айдарын ұсынамыз. Өздеріңіз білесіздер, кімде-кім осы бейненің астына қызықты комментарий қалдыратын болса, сол біздің қонақтар алып келген сыйлыққа ие болады. Байқасаңыздар, мынау қызыл жәшіктің ішінде, дәстүр бойынша сіздерге көрсетемін. Осы жәшіктің ішінде қазіргі таңда ештеме жоқ, өтірік айтпай қояйын. Бірақ сонда да Ренат мырза, енді біздің көрерменімізге ертең қызықты комментарий таңдаған кезде қандай сыйлық болады, айта кетсеңіз. Бір ауыз сөз. Неге мен сізге қарап? Жоқ, неге? Екі жақ қарап қалсаң, деп тұрды ба? Жоқ, біз енді шыны керек үшеумізге сыйлық алып келіңдер деп айтқан, негізі осы бағдарлама біз ерекшелігі негізі сыйлықпен деп.
біз үлгермедік. Ана тойға барсаң асығысып келіп, содан кейін бәріміз келісіп, қаржылай сыйлық сала саламыз ба деген ой болып тұр. Бірақ ол құпия болады. Жеңген жеңімпазға біздің өзіміздің қаржылай сыйлығымыз бар. Жоқ, құпия болғанда енді адамдар шындықты ұнатады ғой. Енді қазір ақшасы кім біледі, қазір 5 мың теңге шығар. Кем дегенде бір 100 мыңның үсті бар ма? 2,5 мыңнан жинап бір нәрсе жеткізсеңіз, Бірге артып кетіп барасыз. Енді ол соманы ертең шығару қиын болады. Негізі ертең біз мына көрермендердің арасында 2,5 теңгеден дейді. 2,5 теңге миллион деп естіп жатыр ғой. Ойлап қойып, үш тойын шыққан гонорарын берейін деп жатыр ма? Жоқ, енді әрине 100 мыңнан жоғары ғой. Қазақ концерт үшін 100 мың деген. Иә, достар, естеріңізге сала кетсек, қазіргі таңда Азия тобы қазақ концерттің беделді солистері. Олай болса, біз әрмен жалғастырамыз. Енді осы жылы Алланың қалауымен Азия тобына 20 жыл толады екен, енді 20 жыл деген ол аз уақыт емес. 20 жылдың ішінде бір талай өзгерістер болады. Ал Нұреке, енді сұрақтарға келетін болсақ, бүгін в основном сізді жауап береді деп айтты маған. Қателеспесем, осы 20 жылдыққа орай Азия тобының 20 жылдық мерей тойы есеп беру концерт деп айта берейікші. Енді жалпы жоспар қандай? Концерт бола ма, қайда болады? Неше мыңдық зал алайын деп жатсыздар? негізі енді Азия тобына 20 жыл болып жатқаны құтты болсын деп бастасақ. Негізі топтағы айдақарларымыз, сөйлейтін кісілеріміз қасымда отырып маған қатты қарап. Мен сыртта. Айтсаң ойыңды. Жоспарың қандай, не істемекшісің? Ой жоқ па есіңде? Саған сен жүрсек. Концерт бола ма, болмай ма өзі? Мен ол сұрақтан қашам қазір. Мен президент интро жазуға дайын. Айта берейін ба? Негізі топта мына ағаларымыз Ербол Ринат шешетін, негізі түбіне басын бастайтын да, ортасында аяғында жүретін осы кісілер ғой шешетін бәрін. Негізі менікі сол әндер жағынан ғой. Менің жағым енді музыка жағынан, ән жағынан жаңа әндер жазуға негізі ойда бар. Әлде де жазып жатырмыз. Жазып жатқан әндерде шығармай отқан әндеріміз де бар сандығымызда. Көп негізі әндер бізде. Соны енді Құдай қаласа, мына ағам, екі ағамды бүгін қосып, бүгін көріп қуанып отырмын. Құдай қаласа, ойда бар, конечно, әрине. 20 жыл деген енді. Енді жаңадан бері бұл кісілерге ағаға деп отырсыз ғой, жақсы ғой, әрқашанда қазақ халқы үлкендер сыйлаған. Сонда да енді бір топ болған соң, енді сіз ең жассыз, осы топтың ішінде. Бола ма? Бола ма? Бұлай, жоқ, енді Нұреке сізді бұлай бола ма? Магазин бар қайшы деп ақша бере салып сізге. Да. Ондай жоқ па? Иерархия жоқ па? Магазинге емес, сразу чемпионтке жіберуі мүмкін. Жақсы, керемет. Енді бұлай істейік қазір. Мен осы сәтті пайдалана отырып, сіздердің осы алдағы уақытта жоспарланып жатқан концерттеріңізге бір кішігірім видео түсіріп жүрсек қалай қарайсыздар? Біз бүгін әңгіме бағдарламасындамыз. Осы жылы бізде үлкен концерт болады. Бізбен бірге болыңыздар деп, осындай бір керемет видео түсірсек қалай қарайсыздар? Қарсы емессіздер ме? Камераға қарап па? Иә, камераға қарап айтсаңыздар болады. Енді біз уақытын әлі белгілеген жоқпыз. Енді Күз айы ғой, күз айы деп берейік, Құдай қаласа. Бізде жазда демалған дұрыс шығар деп ойлаймыз. Демалмай жүргендей. 4 ма 5 жыл болды ғой жатып алғанымызға демалып. Әлі демалып келе жатырмыз. Зона комфортадамыз. Күзге қарай енді бір нәрсе әлімізді жинап, әйтеуір белімізді буып бір нәрсе істеу керек енді. Істемесе ұят болады енді 20 жылды атап өтпеу деген. Бірақ енді жақсы әндер, ностальгия, көптеген жаңағы саяхат жасаймыз. 20 жылда енді көптеген әндер болды. Ол көп адамдардың жаңағы несімен өміріндегі болған жағдайлармен, өміріндегі бақыт сәттерінде саундтрек болған шығар olan біздің әндер соны. Есіне түсіретіндей бір жақсы кеш жасауға тырысамыз. Сол Әрине, керемет. Енді сіздерге сол алдағы уақытта жоспарларыңызға тек қана сәттілік тілеймін.
армандарыңыз, мақсаттарыңыз орындала берсін. Жолдарыңыз ашық болсын. Құдай қаласа концерттеріңіз аншлаг болып, 4-5 поток кіретін адам болсын. Әумин, иә. Олай болса, сүйікті көрермендер, қонақта бүгін Азия тобы, ал біз болсақ жалғастырамыз. Ендеше сіздердің назарларыңызға эксклюзивті жаңалықтар айдары. Азия тобы эксклюзивті жаңалықтар айдары дегеніміз не? Ол жалпы қазіргі таңда осы уақытта бір сіздерге қатысты, сіздердің топтарыңызға қатысты бір эксклюзивті жаңалық болу керек. Бірақ ол жаңалық ешқай жерде айтылмаған, ешкім естімеген, тек қана бүгін осы әңгіме бағдарламасында айтылатын жаңалық болу керек. Сенсация. Иә, сенсация, эксклюзив. Егер де жаңалық болмайтын болса, сіздер айыппұл төлейсіздер. Айыппұл ретінде біз Нұрекені Жетісайға тойға жібереміз. Болды. Тойға барып қойдыңыз. Как раз бару керек болып. Олай болса, менің ойымша Азия тобында концерттен бөлек жаңалықтар бар деп ойлаймын. Ойланып көрсеңіздер, бәлкім біздің көрермендермен бөлісетін бір қызықты, эксклюзивті жаңалықтарыңыз бар шығар. Эксклюзивті жаңалық дегенде көптен бері әлі білмеймін, енді сәті болмай жүрген шығар. Ерла Блэк деген блогер бар ғой? Танымай деген. Ой, қойыңызшы. Көрсем былай Я Ерла Блэк. Ерла Блэк, это Ерла черный. Ерла Блэк. Амбал деген несімен ойбу жаңағы полицейский сериалында Копы сериалындағы мысалы басты кейіпкердің бірі. Бұл көрмейді шығар. Копы. Сондағы басты кейіпкерлердің бірі, сол жігіттің негізі өнері бар екен жақсы. Не істейді ол? Тембрально өте бай. Жақсы читает, жақсы ән айтады екен. Сонымен бірігіп бір фит жазғанбыз. Сол эксклюзивті жаңалықта қаласа, сол шығады осы жақын арада. Сон сәті болмай жүр әзірге. Қазір сон бір керемет фит жасадық, соны ұсынамыз ба деп отырмыз халыққа. Сол эксклюзивті жаңалық енді. Керемет, мен жалпы қоса кететінін байқадым. Қазір эстрада жұлдыздары осы вайнерлермен, блогерлермен сондай бір фит жасау деген. Сондай ғой, Филипп Киркоровты көрсетіп. Ол сөйт жасаған, ол ненің белгісі жалпы? Не береді ол? Атақ бере ма? Әлде аудитория көбейе ма қалай? Аудитория емес, былай ғой негізі. Бізде бір жаман қалыптасқан әдет бар да. Музыкант, басқа төмен түспеу керек одан, тағы бір нәрсе деген сияқты бір какой-то барьерлер бар да. Бізде андай да, ешқандай рамка болмау керек, ешқандай граница, шекара болмау керек. Бір керемет дүние ұсынса халыққа, және де халыққа ол өте бір жақсы көңілді көтерсе, демек мақсатымызға жеттік деген сөз. Сондай нәрсе да. Бұл деген енді орысша айтқанда развлечение, көңіл көтере ғой, негізі өнер деген негізі былай. Оны бір кәдімгі жаңағыдай қатты бір ойбай, келі сахнаға ондай нәрселерді көргізіп деген. Ондай қалды ғой деген о. Ең бастысы қазір халықтың көңілін көтеру. Сол мақсатқа жетсе болды. Керемет, енді бұл фит жалпы осы 2024-те бастауын табады ғой. Иә. Алла жазса, біз болсақ достар, Азия тобына сәттілік тілейміз, осы фит сәтті шықсын. Құдай қаласа, YouTube-та кем дегенде бір 85 миллион просмотр жинайтын деген ойдамыз. Рахмет, олай болса, бұл эксклюзивті жаңалықтар айдары болды. Енді айта кететін болсақ, мынау ғаламтор желісінде сіздердің сәтті шыққан бірнеше бейне клиптеріңіз бар, иә? Солардың ішінде ең көп көрсетілімін жинаған қай бейне баян ол? Қаралым ба? Иә, қаралым ба? Қаралым жазғы. Опмай ғой? Опмай да? Опмай. Жалпы осы әнді сіздерге кім ұсынды, идеясы қалай пайда болды? Бәріне ұнады ма бірден, әлде ұнамады ма, соны айта кетсеңіздер, Ринат мырза? Оны сатып алдық біз Нұрсұлтаннан. Енді көп жерде айтылып жүр, бірақ енді бұл жерде тағы да ерекше айта кететін. Білмеймін енді бұлай. Бір кәдімгідей жазылады деген ой болған жоқ бұл ән негізі ше. Нұрсұлтан келіп көрсетеді, мынандай ән шығып жатыр. Мен айтамын,
қызық екен деймін де қоя салам. Сөйтіп біз Моңғолия мемлекетіне барып жеке кешімізбен барамыз 18-ші жылы. Сөйтіп Нұрсұлтан мен Ринат екеуі қашан жүрсің де әйтеуір көңілді жүреді да видеоға түсіріп, а мен ана жолдан шаршап мазам жоқ деп сөйтсем екеуі сиыр соққан кезің бе? иә сиыр соққан кезі. Машинамен ба? Иә, жоқ. Сиыр деді. Иә, еске түсіріп. Сиыр соғып қашқан кезі бар. Еске түсірмейтін жерде түсіріп бұл да бар ғой. Өзіне өзі жүгіріп кетіп, сүзіп кетіп енді. Жарайды, ол емес маңызды. Қойыңдаршы. Сөйтіп екеуі бейне андай жай әшейін камераға, телефонның камерасына түсіреді. Сиыр туралы. Ринат бір әнді өзінің идеясымен шығарады. Нұрсұлтанның жаңағы опымайын шығарады. Сөйтіп Инстаграм несіне салады, парақшасына. Содан ол жаңағы пабликтерге кетеді. Біз қарап отырып, қызық көрген шығар енді деп. Сөйтіп Моңғолия еліне бардық, бір жарым аптадай ма, соны елді аралап, жаңағы әдемі қонақ жаңағы күтіп, бізді қонақ қылып, әр жерде ән айтып, сөйтіп бүкіл жаңағы Ресей арқылы аралап келген кезде менің анамның жаңағы несінде тұр ғой. Класстастар группасында жаңағы Жалпы Инстаграмда тарап кеткен ғой, біз келсек, жалпы звезда болып келдік қой тағы. Енді интернетте тарағаны бір бөлек, қаншама видео тарап жатыр ғой, енді көрсетілім, бірақ жиналмайды. Не үшін сол ән жинап кетті көрсетілім? Қалай ойлайсыздар? Ереге, әлде сіздің шаш бояныңыз ба, ол қалай ол? Не үшін ол? бұл фактың өзі артық сияқты. Мен ойымша оның ішінде толған фишка, толған жаңағы адам ішінде жүрген жаңағы нелер, қаншама бір анализ жасап көрейікші, не үшін сол ән аты? Анализ, жарайды. Біріншіден дис деген бәле, мысалы, қазақ эстрадасында сол опмайға дейін болмаған, мен ойымша. Біріншіден андай жаңағы сыни ән болмаған, әзілмен жеткізетін ондай. Сосын жаңағы біреуді мысалы жаңағыдай әзілмен сынап жеткізу деген ол тарихта болмаған, мен ойымша. Басқа бар дейтін болса көрсетсе болады, бірақ мен білмеппін, естімеппін. Оған дейін Эминем, жаңағы тағым, көптеген жаңағы шетелдік артистер бір-біріне дис жасау деген ол үйреншік нәрсе болған, қазақ эстрадасында ондай болмаған, сондықтан да онда сондай жаңағы не болды. Бұл жерде Нұрсұлтанның фантазиясы, жаңағы Бектің Бақайдағы фантазиясы енді ол вообще бөлек әңгіме. Ринат мырза бірдеме қосқысы келіп отқан сияқты. Негізі бұл опмай деген сөзбен емес, негізі Нұрсұлтан түсірген кезде ол жерде черновой вариант болған. Ол негізі көбінесе класстастар қайда, сонымен кетіп қалды да, сонымен чаттар кетті класстастар деген. Сосын ютубқа да класстастар болып шықты. Сонымен келген кезде біз оған ары қарай дополнили. Анау бар, шаш бояу бар, 79-ы бар, короче. Жалпы басындағы ой, жаңағы Бекшарып деген ағамыз Бақайдағы үйге келіп жақсы араласамыз, жаңағы не қылып отқан, не ән жазамыз, не болып кетті өзі мынау. Опмай, мыналарың қайтеді деп прикол ұстап жазасың деді. Жаңағы чип, жаңағы өлеңдерді айтып отқанға ғой, не әндер бұл, қалай болады, не болып кетті бұл эстрада деп отырған кездегі туындаған ой ғой. Сол жаңағы, давай онда бастайық деп, жаңағы студияға отырып бастап отырайық, жаңағы Бекшарып. Класстастар қайда деп еді. В общем, сол жерде 2 сағат күлдік қой екеуміз. Дегенмен жақсы көңіл күйдің бір толқынымен кетіп қалды ғой деп айтсақ болады. Иә, дұрыс. Олай болса, құрметті көрермендер, дәл қазір сіздердің құрметтеріңізге лайфхак айдары. Қателеспесем, Ринат мырза, сіз осы жігіттерге қарағанда ең көп тамақ жасайтын әнші десем де болады енді әртістердің арасында. Жалпы тамаққа былай, жейтін көп тамақ жасайтын емес, жақсы дәмді жасайтын. Сосын оның үстіне түріне қарап та білуге болады қазір. Сосын сценаристердің айтуы бойынша Ринат пловты өте жақсы жасайды дейді. Өзбекский плов. Ол бар нәрсе ме өзі? Фоным қалай? Бізде Ринат Алматыда любой повармен ерегісіп қалады. Көп ресторанға барсақ ерегісіп атады әйтеуір. Ашыны ноқат қайда деп па? Жақсы. Жалпы енді жарайды. Сол өзбекский пловтың бір жасайтын бір өзінің бір лайфхактары бар ма? Қалай тез жасауға болады? Қалай дәмді жасауға болады? Оған бір-екі ауыз сөзбен айтып кетсеңіз. Бір-екі сөз плов. Негізі мен оны айтсам болады.
кезінде пловты көп зерттедік қой біз. Пловқа духым жетпейтін, қалған тамақ істей беретін. Қайда зерттедіңіз? Пловтың ең зирвак дейді ғой. Иә. Зирвак деген подлив. Подлив, мысалы, любой тамақтың подлив бар да, соны алып үстіне салып бересің. Сөйтсек біз оған күрішіне мән береміз, ана жоқ. Оказывается, зирвакка не болу керек екен да. Көп, соны 1,5 сағат, 2 сағат қайнатасың, соны дәм шыққан соң. Күріш ол тек қана подлив қой, гарнир сияқты үстіне қоя саласың. Потом үстіне түскен кезде плов болады. Негізі сол зирвакқа не пайда сөйтіп. Тұздығына байланысты. Иә. Сосын Инстаграмда бір жерде Жоқ, жазып зирвак деп қойыпты. айтпаңыз. Иә, Инстаграмда жазып қойған екен. Ринат пловты жалпы жақсы дайындайтын себебі ол Самарқандта мастер-класс өткен дейді. Осы шын ба, өтірік па? О, қалай біз сіз қашан өтесіз? Смотря на сценарист кімдер жазды. Сол ерлан абзалдар. Өтірік болсын ғой. Жақсы, ендеше Нұреке, сізде бір лайфхактар болса, біздің көрермендеріңізбен бөлісіп кетсеңіз. Бізде Өзіңізде бір мынау жалпы өмірде қолданатын бір жиі қолданатын лайфхактар бар ма? Лайфхак енді, мысалы. Халықпен бөлісетін. Лайфхак деген ол мынау бір нәрсені тез жасау жолы, ыңғайлы жасайтын жолдар болады ғой. Әрбір нәрсені өзім бір обход деп айтамыз ғой. Сондай бір өзіңізге қатысты, бір өнеріңізге қатысты бір лайфхактар болса, жақсы болушы еді. Айтып өтсеңіз. Мысалы, кеше PlayStation қатты ойнаймын десек те. Жоқ, енді менде бір артық жаңағы. Сол PlayStation-ға қатысты болсын, бәлкім көрермендердің арасында PlayStation ойнайтындар да бар шығар. Соларға бір өзіңіздің лайфхактан айтып жерсеңіз, былай бассаң, былай болады деген сияқты. Эрдва мен домалақты басып кіргізесің деген әңгімелерді айту керек болып тұр. Жақсы, керемет. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта Азия тобы. Ал керемет жігіттер, енді жаңа басына келістік қой бүгін сұрақтың барлығы. Нұреке, сізге қойылатын болады. Және де келесі сұрақ, бүгінгі біздің әңгіме бағдарламамызға қандай әнмен келдіңіз? Жалпы жігіттермен жауапты сіз берсеңіз, қандай әнді алып келдіңіздер? Қай хит келді бүгін бізге? Өзіміздің паспортымыз десек те болады ғой енді, ғажайып күй деген. Өзіміздің легендарный классикалық жанрда ғажайып күйді алып келік. Өзіміздің роковый стильде жаңа нұсқасында айтып көрсек па деген ойымдамыз. Жалпы сол бейнебаян YouTube платформасында қателеспесем 3 миллион көрсетілім жинаған екен. Бұл негізі енді айта беріңіз, айта беріңіз. Ол негізі YouTube жоқ еді ол кезде. Жоқ болған, иә. барлығы мына ол кезде Bluetooth-мен жіберетін Иә. телефоннан телефонға. Егер сол кезде YouTube болғанда ол мүмкін барлық жаңағы да. Ереке қазір Дубайда отыратын бет ол кезде. Монетизация деген нәрсе осы кісіге болайын деп тұр ғой. Сондай жоқ, негізі Монакода тұратын бет. 3 миллион Макао. ортада деп қойсай, Сол жақта не ғой? Ринатпын ғой десе кім деп. Сондықтан мен ойымша ол 3 миллионмен бағалаудың керегі жоқ. Ол ән кезінде өзінің жаңағы өте көп айтылған, өте көптеген жаңағы жастардың қосылуына себепші болған, көптеген қыздардың көңілінен шығу үшін жігіттер гитарамен айтып, сол әнді өзіне қаратып кейін балалы шағалы болған қаншама ұрпақ келді сол әннің арқасында. Енді сөзіңіз аузыңызда, жалпы сол бейнебаян, ғажайып күй бейнебаяны сағаттан басталады, иә? Сол сағат жалпы не көрсетіп тұр өтті? Ол сағатта біз бітіргенбіз, сол клипті. Сол сағатта соңғы кадр болатын ол негізі, сол басына қойып қойдық қой. Негізі ол бір күннің ішінде бітпеген клип, оған деген ол клип бірінші Шымкентте түсірілді. Одан кейін Беладжо деген бір қымбат ресторанда түсірілген. Сол қымбат. Сөйтіп жаңағы қарап жатырмыз ғой енді, менюны ашып, біз арендаға алғанбыз. Бүкіл түн бойы түсіргенбіз оны, таңғы. Сол кезде кештен түнге дейін түсіргенбіз, сонда ашып қараған кезде 2004 жылы, осыдан 20 жыл бұрын қашып қарасақ, ананың ішінде 2 персонаға солянка $100 тұрады екен да. Соны қарап, мәссамына не деген масқара қымбатшылық деп ше, бір сондай қызықтар болған. Көктөбеде түсірілді ол. Біз оны біріншісінде қарамай ішіп алдық.
қалғандар қымбат шығар дедік. Солянка бар деп еді, арзан. Ой, онда солянка іше салақ дедім, солянка іше салдық енді клип түсіп отқан кезде. Сөйтсек 13 мың теңгеден деп тұр, сол кезде. Қазандар алтыннан болып тұр. Сөйтсек кезде күйдіңіздер ғой. таяқ жедік, продюсер деді. Жақсы. Жалпы енді Ереке сол бейнебаянда сізге бір есікті ашады екен ғой, иә? Ол кім ашқан? Артынан ашып тұрады осылай. Ашқан кім ол? Кім болды еді? Кім болады уже? Мен сосын Азамат. Иә. Мен есік ашылып кетіп жатқан. Иә, Ринат пен Азамат екі жағында ашып тұрған есікті. Біреу ашады сияқты. Қайталар қайтылайды деп қысаш. Демек, Бізде сол. өз күштеріңізбен бір-біріңізге көмектесіп сөйтіп түсірдіңіздер ғой. Енді Бәр жерде сондай ғой. Біз просто за кадрын көрсетпейді, бір-бірімізге свет ұстаймыз, жел ұрамыз, сөйтіп жүреміз. Білмеймін, маған бетін басқа кісі қойды, суды басқа кісі алып береді деген сияқты. енді қазір сендердің замандарың Сен сондай енді енді. қазір басқа замандасың. Біздің заманда сондай болды, әрқайсысын өзіміздің қолымызбен істеп әйтеуір. Иә, жақсы. Жалпы енді осы бейнебаянмен, осы әнмен Нұреке, сізде қандай ассоциациялар болады? Осы ән тыңдаған кезде өзіңізге не елестетесіз? Нұрсұлтан Қасымов қой. Негізі бұл ән шыққан кезде мен ауылда мектеп оқып жүргенмін. Ассоциация мектеп дейсің ғой. Ассоциация мектеп оқып мектеп. жүргенмін, жаңағы бірінші махаббат, бала махаббат болды ғой енді ол кезде. Ананы қараңызшы. Бұл кісілер енді жаңағы айдахарлар деп отырмын ғой. Айдахарлармен құрдас деп жатырмық қой. Бұл кісілердің ортасына мен 2009-да қосылдым. 2008-де. 4 жыл өтті. Сіз ол кезде нешедесіз? Ғажайып күй шыққаннан кейін мен 4 жылдан кейін кіргем топқа. Жоқ, 2009-да неше? 18-де. Кәдімгі? Жас жігіттің әлі? 2008-де 18 жасар жігіт болып барды. Ой, совсем кішкене 17-те осында. Сосын қалай келесіз? Мен қалаға келемін, содан кейін Қызықтың топқа біразын қосылып, көресіз. негізі енді 4 жыл Азияның уақыты өткізіп ғажайып күй шыққанына 4 жылдан кейін кіріп отқан адаммын. Мына кісілер енді ғажайып күйдің авторлары, легендалары десек болады ғой енді. Сол Аллаға шүкір, сол 4 жыл өткеннен кейін 2008-ден кейін қанша жыл болды уже? Санап көрейікші. В основном мен қалдым ғой енді қазір. Жаңағы 2008-ден Азамат болды 2008-ге дейін. Одан кейін қанша жыл өтті уже қастарыңда жүргеніме? 16. Ағаларым, жағаларым. В основном, боже, неге сезбейді. Бірақ мына жерде жазып қойыпты. Неге Нұрекең қалған екеуінен үлкен көрінеді деп. Түрім оттай беретін шығарсыз. Жақсы. Енді жалпы осы уақытқа дейін ғажайып күй деген әннің кавер версиялары біразы болды. Өздеріңізде естіген шығарсыздар. Енді дәл қазір сіздерге бір ұсынысым бар. Әлемге әйгілі бір әнді алып, мысалы қандай аламыз? Иә, соны естейміз. Мен Майкл Джексон тыңдаймын. Майкл Джексон. Жақсы. Майкл Джексон қандай аламыз? Мысалға Билли Джин. Билли Джин, да, хорошо. Сол әнді аламыз. Біздің клавишник Майкл Джексонның ән ойнайтын болады. Соның ырғағымен сіздер ғажайып күйдің сөздерін алып, сол әнмен айтуларыңыз керек. Айтсын Ерболтыңды таңдап отырмын. Ол үшін не істеу керек? Таланыс па или қалай? Ойнай берсін. Ғалеке? Что-то Нұрбақ түрі Майкл Джексон танымайды сияқты. Бір сұрақ, жігіттер, рахмет. Негізі бізге қонақтар келген кезде осы ойынды әдеттегідей ойнатамыз, бірақ бәрі қиналады. Сөздерін ашып сіздер керек емес пе? Сөзді ашып бүйтіп ойбай есін шығып кетеді деген сияқты. Мен мотивінен қиналайын ептім, сөзге естіп. Сізге бұл ән таныс емес пе? Иә, сондай бірдеме ғой. Жақсы, дайынбыз ба? Майкл Джексонның әні Азия Оны бір официально емес, тарда салмашы көрек қызық болсын. Кеттік олай болса. Ереке шапканы, Ереке. Ереке бір биде жүрмеді. Өзіңмен қалсам кезігіп ғажайып бір күй туатын келмеймін алай. Bir билесіз жүрші. Билесіз. Оба! Қой, болды. Айтуым керек болса да сөз табу қиын мұнда
осы стилде шығарып көрмедік пе? жоқ Менің ойымша жасауға болады сөз бар. Аха. У музыкантов нет нации деген бір жақсы пословица бар да негізі расында да музыканттарда ұлт болмайды деп айтатын рас қой. Осыдан ақ білуге болады мысалы ғажайып күйді мысалы әлемдік деңгейдегі Билли Джинмен мысалы бір-бірін Неге жасамасқа? жаңағы көре жатармыз енді қазір бәрін істеуге болатын болды ғой сондай заман болды ғой қазір. Иә, достар, Азия тобы жанды дауыста өздерінің хит әні ғажайып күйді осындай кереметте бір нұсқада орындап берді, ал біз болсақ жалғастырамыз. Ендеше, сүйкімді достарым, дәл қазір біз әзілің жарасса әншімен ойна айдарына да келіп жеттік. Яғни, жігіттер, қазір біз сіздермен бір ойын ойнаймыз. Сіздерге тек қана көздеріңізді жұмып, мынау бір саусақтарыңызды бейт көрсетсеңіздер болады, маған қазір мен көретіндей. Иә. Аха, бір саусақтарыңызды. Аха, бәрі көретіндей. Бұл ойында мен сіздерге сұрақ қоятын боламын. Өздеріңізге әрине қатысты, топтарыңызға қатысты. Жалпы сол сұраққа сіздер тек қана саусақпен жауап беріп отырасыздар. Яғни өздеріңізге көрсетіп отырасыздар. Бір-біріңізге көрсетіп отырасыздар. Бірақ көзімізді жұмамыз. Ештеңе көрінбеу керек. Кәнекей. Негізі маған жоқ, режиссер айтқан байлайық па деп керек емес. Олар честный ребята. Негізі біреу видеоға түсіріп отырса Онда очкиімізді шешіп көреміз, жұмамыз ба? Шешесіздер ма? Мен көзім жұмып отырамын. Ол ойынды ойнамадым мен. Маған қызық болатын осы. Жақсы. Ендеше, достар, көзімізді жұмамыз. Кәнекей. Сіздің мынау саусағыңыз дәу ғой, Ренат мырза, мынау. Маған мынандай удобно. Удобно ма? Жақсы, ортада отқан соң, иә. Қадірменді көрермендер, ал біз болсақ ойынымызды бастаймыз. Азия тобы дайын. Маэстро музыку! Бәрекелді, бірінші сұрақ. Бұл топта кімнің дауысы әдемі? Жақсы. Кім күшті билейді? Араларыңызда тамақты ең көп жейтін? Жалпы денесінен көруге болады. Жақсы. Кім кешіп келеді әрқашанда? Кім әйелінен қорқады? Және де кім әйелінен қорқпайды? Нұреке, ұзақ ойландыңыз ғой. Кім өтте көп қыдырады? Жақсы. Қазіргі таңда ол. Иә, жақсы. Жақсы. Келесі сұрақ, кімнің фанаттары көбірек? Араларыңызда ең көп ұйықтайтын? Аха, жақсы. Ең әдемі киінетін? Аха. Және де кім киіну білмейтін? Кім киіне алмайды араларыңда? Жақсы, Ереке? Воздержусь. Жақсы. Кім ең мейірімді және ең жуас араларыңызда? Жақсы. Ең ширақ? Ширақ ол... Мен де білмей көрсете салындырыш. Пысық деген сөз ғой. Пысық ба? Аха. Мен саусағыма ұрып кетті же. Соңғы сұрақ. Әлеуметтік желіде ең көп отыратын араларыңызда кім? Бәріміз отырамыз кешке. Бәрекелді. Ай, керемет. Енді расымен да 20 жылдың ішінде бір-біріңізді өте жақсы танып алған екенсіздер. Керемет. Біз болсақ жалғастырамыз, достар.
Ал құрметті менің қонақтарым, ағаларым Азия тобы, енді бізде насихат айдары. Насихат айдары дегеніміз ол сіздер 1 минуттың ішінде барша біздің көрермендерімізге, біздің оқырмандарымызға, жастарға бір өздеріңіздің ізгі ниеттеріңізді, тілектеріңізді білдіріп жүрсеңіздер болады. Олай болса, уақыт кетті. Мархабат. Тілек қана айту керек па, әлде насихат? Тілек айтсаңыз болады, насихат айтсаңыз болады. Әрине. Пайдалы бір ақылды ақпараттар болады. Өздеріңіз білесіздер. Кеңестеріңіз болса, енді Ринат аға арасында енді ең үлкен сіз елу бес. Насихатымыз жастарға, жас әншілерге десем. Жарайды, біздің насихатымыз қазіргі шығып жатқан жас әншілерге үлкен буындардан көбінесе көп жалып келеді, орысша айтқанда. Амандасып, бір-біріне қалын сұрап жүріңіздер, ұят болады. Өркендерің өссін, творчестволық табыс тілеймін жастарға. Сіз біреуге плотно ренжіп жатсыз. Амандасып жүріңдер. Айта салшы, маған. Ал құрметті көрермендер, баршаларыңызға тілеріміз қашанда іштеріңізде қалмасын, арман мақсатқа жетуге тырысыңыздар. Күліп ойнап жүре беріңіздер. Күлмеген өткен бір күн, зая кеткен күн деп Чарли Чаплин айтпақшы, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын, қашанда жақсылықты ойлап жүріңіздер. Нұреке, өзіңіз бір ауыз сөз. Жастарға айтарымыз, қанаттары талмасын, таланттарыңыз ойымды жинақтамай қалдым. Таланттарыңыз деп маған қарағанға кетті. Ол жарайды. Ендеше, құрметті көрермендер, дәл қазіргі сәтте көптен күткен сәт. Арнайы өздеріңізге арналған Азия тобының орындауында керемет ән, ғажайып күй. Қабыл алыңыздар, достар! Өзіңмен қалсам кезігі ғажайып бір күй туады. Екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғады, екеуміз ғана ұғады. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндайда. Аймау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, ортадай көзің мөлдіреп, жарқ ете қалған кезіңде. Кетеді жаным елжіреп. Наздана күлсең сыңғырлай, жадырап жаным жаңарып, жаңбырдан соңғы қырлардай, дүние кетер жаңарып, дүние кетер азарып. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндайда. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдіреп, жарқ ете қалған кезіңде. Кетеді жаным елжіреп. Айымау мен сені сүйіп, өзіңе қалсам тіл қатып,
зымырар қаным тулатып, сондағы ойым арманым, ғажайып күйін жырлатып, ләззатқа кетсек бір батып. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндайда. Аймау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алалап нұрын жүзіңде, ботадай көзің мөлдіреп, жарқ ете қалған кезіңде, кетеді жаным елжіреп. Айым-ау, мен сені сүйем. Аса мәртебелі қонақтар, құрметті біздің көрермендеріміз, өкінішке орай бүгінгі бағдарлама өз мәресіне жетті. Ал бізбен бірге болған Азия тобына қошеметтеріңіз! Сіздер көп рахмет. Біз осы астырды қошылмаймыз. Келесі қош сау болыңыздар, достар!